Сәлем достар, бүгін осындай өте ерекше және дәмді болып шығатын фаршированный картошка дайындаймыз. Картошкамыздың барлығын дайындап алғаннан кейін табамызға майды құйып, картошкамызды қызартып қуырып аламыз екі жағынан. Ортасындағы салмасын дайындайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: пияз және де жаңа картошканың қалған ортасындағы ойып алған жерін үткіштен өткізіп саламыз, және де фарш қажет болады. Тұз бұрышын салып, жақсылап араластырып, жаңа қуырып алған картошкамыздың ортасына барлығын саламыз. Осылай дайындап алған картошкамызды подлива жасап, соның бетіне салып, бұқтырып пісіреміз. Бұл тағамның дайындалуы әдеттегі картошкадан дәмді әрі ерекше, әдемі болып піседі. Осылай дайындап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Каналымдағы рецепттер ұнап жатса, менің каналыма міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.